тақырып? Сыйластық тақырыбы. Сыйластық деген ұғым не, және сыйластық деген ол құрметпен немесе басқа нәрсемен соны түсінетін боламыз. Назерке, сен сыйластық туралы не айта аласың? Сыйластық дегеніміз ол үлкенге құрмет, кішіге ізет. Яғни біз үлкендерді құрметтеуіміз қажет. Сәлеметсіз, Асан Жаханович, сіз сыйластық деген ұғымды қалай түсінесіз? Енді сыйластық дегенде адамзатқа бәріне белгілі құндылық қой, үлкенді құрметтеу. Енді біздің қазақтың өзі дәстүрі бойынша әрбір жанұяда ата-ана ең бірінші сол баласын тәрбиелегенде енді айналасындағы көршіні, үлкенді, кішіні бәріне сыйластықпен, қарым-қатынаспен, үлкенді құрметтеу, сыйлау, күнделікті жаңағы өзінің әңгімесінде соның бәрі сол сыйластыққа жатады ғой. Сондықтан бұл қасиетті қазақтың бойында бар, және адамзаттың да бойында бар жаңағы. Сондықтан сыйластық үлкен, әсіресе тек қана мұғалімге қатысты емес, жалпы адамзатқа қатысты қарым-қатынаста күнделікті амандасудан басталады, сәлемдесудің өзі дұрыс болу деген сияқты. Осының бәрі сыйластыққа жатады. Рахмет сұхбатыңызға. Сау болыңыз. Сіз біздің мектептегі оқушыларға, осы мектеп бойынша оқушыларға және мұғалімдерге қандай құрмет көрсетуді айта аласыз? Біріншіден, қайырлы күн оқушылар. Осы құндылық айлығында сыйластық тақырыбында сөз қозғағандарыңа өте қуаныштымын. Әрине біздің гимназиямызда оқушылар мен ұстаздардың арасында, оқушылар мен ата-аналардың арасында, және де ұстаздар мен ата-аналардың арасында осындай үлкен сыйластықтың болғанын барлығымыз да қалаймыз. Ол сыйластық міндетті түрде болу қажет. Әрине сыйластық ол адамның бойындағы құндылығын, мәдениетін көрсетеді, тәрбиесін көрсетеді. Сондықтан да қазіргі уақытта біздің оқушыларымыздың барлығы осы сыйластық тақырыбында көптеген іс-шаралар өткізіп жатыр. Сынып сағаттарын өздеріңіз сияқты сұхбат мінекей жүргізіп жатыр. Мен өте қуаныштымын. Мына осы оқушылар, сіздер өздеріңізден кейінгі ізбасар оқушыларыңызға да осындай сыйластық туралы және де үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету туралы мінекей әрдайымда жақсы ойларыңызбен бөлісе беріңіздер дегім келеді. Рахмет. Рахмет сізге көп-көп. Біз осыны барлығына көрсетуге, барлық оқушылар сіздің айтқаныңызды жақсы ұстайды деп ойлаймын. Көп-көп рахмет сізге сұхбат бергеніңізге. Саламатсыз ба? Маған сізге қояр бір сұрағым бар. Сіз осы біздің мектептегі балаларға, оқушыларға қандай сыйластық туралы кеңес бере аласыз? Менің кеңесім біздің мектептің оқушылары үлкенге құрмет, кішіге ізет деген қазақтың әдемі нақыл сөзіне сүйеніп, өзінің тәрбие тұсын реттесе. Өйткені үлкенге құрмет көрсету ол біздің ата-бабамыздан келатқан тәрбие, ал кішіге ізет дегеніміз өзіңнен кішілерге қамқорлық. Осымен біздің мұғалімдерден сұраған сұхбаттарымыз соңына жетті. Біздің 67-ші гимназияның оқушылары бұл мұғалімдердің айтқан кеңестеріне бағынады деген ойдамыз.